Сәлем достар, менің есімім Айнұр. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы трапеция және оның қасиеттері. Жалпы трапеция ол бізде екі қабырғасы бір-біріне параллель және екі қабырғасы бір-біріне параллель емес фигураны айтады. Мысалы, А, Б, С, Д трапециясы берілсін. А, Б, С және Д ол бізде трапецияның төбелері, ал А, Д трапецияның үлкен табаны, Б, С трапецияның кіші табаны. Сонымен қатар А, Д бізде Б, С-ға параллель болады. Тең бүйірлі трапеция ол бізде бүйір қабырғалары тең және де табандағы бұрыштары тең трапеция. Тік бұрышты трапецияның екі бұрышы тік болатын трапеция. Трапецияның орта сызығы дегеніміз ол бүйір қабырғаларын қақ бөлетін кесінді. Ол бізде табандарына параллель болады және олардың қосындысының екіге қатынасына тең. Трапецияның биіктігі ол трапецияның бір төбесінен үлкен табанына түсірілген перпендикуляр. Ол бізде аудан тапқан кезде қолданылатын шама екен. Мысалы, трапецияның ауданы А қосылған Б бөлінген 2 көбейтілген H-қа тең екен. Ал А қосылған Б бөлінген 2 ол бізде трапецияның орта сызығы. Демек, трапецияның орта сызығы мен биіктігін көбейтетін болсақ, бізде ауданның формуласы шығады екен. Тағы бір жағдайды қарастырайық. Мысалы, трапецияның диагональдары бізге белгілі болсын және олардың арасындағы бұрышын білеміз. Алайда оның қабырғалары нешеге тең екенін біз білмейміз. Сонда біз ДБ көбейтілген D2 бөлінген 2 көбейтілген синус пи формуласын қолданамыз. Мұндағы ДБ D2 ол трапецияның диагональдары. Есепке көңіл аударайық. Трапецияның табандары 8 және 6, ал биіктігі 5-ке тең. Ауданын табыңыз. Яғни оның кіші табаны, ал үлкен табаны 8-ге тең. Биіктігі 5-ке. Демек, трапецияның ауданы А қосылған Б бөлінген 2 көбейтілген H. Орындарына қойсақ, 6 қосылған 8 бөлінген 2 көбейтілген 5. 6 қосылған 8 14, 14-ті 2-ге бөлсек 7. 7-ні 5-ке көбейтсек 35 шығады. Келесі есепке көңіл бөлейік. Трапецияның табандары 12 және 8 см. Бүйір қабырғасы 6 см, ол үлкен табанмен 60 градус бұрыш жасайды. Так, табандары 8 және 12. Бүйір қабырғасы 6 және үлкен табанмен 60 градус бұрыш жасайды. Орта сызығын, биіктігін және ауданын табыңыз. Орта сызығы және биіктігі белгісіз. Олар арқылы біз ауданды табамыз. Ауданның формуласы М көбейтілген H. Сабақтың басында айтқан болатынмын. Енді орта сызығын табу формуласы бізде табандарының қосындысының 2-ге қатынасы. Демек, кіші табаны 8, үлкен табаны 12, оларды қосқанда 20, 20-ны 2-ге бөлгенде 10 шығады екен. Биіктікті табу үшін бізде бір бүйір қабырғасы берілген және де бір бұрышы берілген. Ол бізде тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан, оның табу үшін біз 6-ны синус 6 градусқа көбейтеміз. Ол бізде 3 бұрышты 3-ке тең болады екен. Ендеше, трапецияның ауданын табатын болсақ, біз трапецияның орта сызығы
биіктігіне көбейтеміз. Демек, 10 көбейтілген 3 түбірасты 3, ол 30 түбірасты 3-ке тең болады. Енді келесі есепке көңіл аударайық. Трапецияның табандары 2 және 4, ал бүйір қабырғалары 2. Трапецияның диагональдарының ұзындығын табыңыз. Табандары 2 және 4. Диагональдарының ұзындығы дейді. Бүйір қабырғалары 2-ге тең. Демек, мынау бізде тең бүйірлі трапеция. Оның диагональдары бір-біріне тең болады. Демек, биіктікті түсірген кезде біз мынау бөлігіміз кіші табанға тең болатынын байқай аламыз. Демек, 4 минус 2 ол 2, қалған бөліктер 1-ге тең болады деген сөз. Мынау бізде биіктік болса, оны табу үшін біз осы бүйір қабырғадан, яғни 2-ден 2-нің квадратынан, осы кішкентай бөлікті азайтамыз 1-дің квадраты. Ол бізде Пифагор теоремасы бойынша. Демек, 4 минус 1 түбірасты 3-ке тең екен. Осы екінші үшбұрышқа көңіл бөлсек, бізге осы бұны табу керек қой. Демек, оны табу үшін біз h-тың квадраты, ол бізде түбірасты 3-тің квадраты. Қосамыз осы бөлікті. Ол бізде 3-ке тең. Демек, 3 қосылған 9, түбірасты 12, ол бізде 2 түбірасты 3. Параллель қабырғалары 60 және 20, ал параллель емес 13 пен 37 болатын трапецияның ауданын табыңыз. Параллель қабырғалары демек, ол трапецияның табандары. Кіші табаны 20-ға тең, үлкен табаны 60-ға тең. Параллель емес демек, кіші бүйір қабырғасы 13, ал үлкені 37-ге тең. Бізге трапецияның ауданын табу керек. Ауданын табу үшін алдымен биіктікті тауып алу керек. Сол себепті 2 төбеден мен үлкен қабырғаға, яғни үлкен табанына биіктік түсіремін. Осы жерде біз ортаңғы бөлігі 20, яғни кіші табанына тең екенін байқай аламыз. Сонда қалған бөліктердің қосындысы, яғни 40-қа тең деген сөз. Яғни 60-тан 20-ны азайтқанда 40 шығады. Біз қандай бөліктерге бөлінгенін нақты білмейміз, сондықтан біз x және 40 минус x деп жазып аламыз. Пифагор теоремасы бойынша биіктігімізді өрнектейтін болсақ, h квадрат тең 13 квадрат минус x, сонымен қатар h квадрат тең 37-нің квадраты минус 40 минус x-ның квадраты деген жүйе шығады екен. Біз оларды теңестіріп, x-ті тауып көрейік. 13 квадрат ол бізде 169 минус x-тің квадраты тең 37-нің квадраты 1369 минус 1600 плюс 80x минус x квадратқа тең болады. Яғни, мынау өрнек бізде қысқаша көбейту формуласы арқылы ашылады. Осының алдында минус тұрғандықтан, оның таңбасы қарама-қарсы таңбаға ауысады екен. Минус x квадрат, яғни олар бірдей болып тұр. Сондықтан біз оларды қысқарта аламыз. Енді сандарды бір жаққа, айнымаларды бір жаққа жинасақ,
469 қосылған 1600 минус 1369 ол бізде 231. 169 қосылған 231 ол 400-ге тең. Оны 80-ге бөлетін болсақ, x-іміз 5-ке тең екен. Яғни осы бөлік 5, ал осы бөлік 35 деген сөз. Осыдан біз биіктікті табатын болсақ, ол бізде 13-тің квадраты минус 5-тің квадратына тең екен. Осыдан біз биіктігіміз 12-ге тең екенін біле аламыз. Трапецияның ауданын табайық. А қосылған b бөлінген 2 көбейтілген h. 20 қосылған 60 бөлінген 2 көбейтілген 12. 20 қосу 60 ол бізде 80. 12 бөлу 2 ол бізде 6. Демек 80-ді 6-ға көбейткенде 480 шығады екен. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қызық болды деген ойдамын. Сау бол.